Сіздердің назарларыңызға жұма жаңалықтары айдары. Егемен Қазақстан газетінен әдебиет танытқыш әлемдік құндылық Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған Дихан Қамзабекұлының мақаласы. 1926 жылы сол кездегі Астана Қызылордада беттеліп, әрине цензурадан да өтіп, Ташкентте басылған Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқыш зерттеуі немесе оқу құралы 20 ғасырдағы қазақ әдебиеттану деңгейін көрсететін іргелі де ізашар еңбегі жарияланған. Сонымен Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқышы әр буын қайта оралып рухани нәр алатын, ұлт өнерінің дәстүрлі таныммен, білікке суарылған парасатпен байтатын еңбек деп мақалада жарияланған екен. Ахмет Байтұрсынұлы көркем сөз көңіл тілі, жалаң сөз зейін тілі, жалаң сөз зейін байлығын қарайтын нәрсе, көркем сөз қиял байлығына қарайтын нәрсе деген екен. Алаңдатарлық ахуал, омикрон өршіп барады мақаласы. Егемен Қазақстан. Күннен күнге белең алып келе жатқан омикрон штаммы эпидемиялық ахуалды одан сайын ушықтырып жіберді. Өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырған 13.874 жағдай тіркелді. Індеттің өшуі еліміздің барлық тұсында байқалып, бүгінде 16 өңіріміз қызыл аймақта тұр. Жағдайдың бұлай күрт нашарлауына коронавирустың омикрон нұсқасын тез таралу ықпал етіп отыр. Денсаулық сақтау министрі Ажар Қинаят омикрон штаммы ауруы жеңіл және орташа ауырлықта жүретін және шамамен 2 күндік қысқа инкубациялық кезеңмен сипатталатын, сондықтан көптеген пациент үйде емделетінін хабарлады.